Той бір мына. Ой. Мынайды кішкене ремонттамадық па? Ой, бір ай ғана болды ғой жасағанымызға. Не дейсің, естілмей жатыр. Бір ай болды ғой деймін жасағанымызға. Ой, сонда да қараш, перделер жыртылып уже саудасы бітіп жатыр. Әй қыз, кішкене даусын басшы, мына жақта естімей жатырмын ғой әкеңнің сөзін. Ой, жарайды, болды, қазір басам. Мен тикток түсіріп жатырмын ғой, мама. Зато тиктокпен ақша табам. Ой ғой, шитак, өзіміз баймыз ғой. Ақша тауып не істейсің? Жоқ, енді тауып көргім кеп тұр. Ай, білгеніңді істеші. Ой, болды. Шай ішпеймен болды. Тойып кеттім мына шайға. Күнде бір шай береді ғой, қызметшілеріңе айтпайсың ба кішкене? Күнде бір шай. Ой, айтам ғой, өздері ғой, енді өздері қойып береді, өздерінің несі болады, тізімі болады, сонымен қойып береді. Ей, әр күн неше түрлі шай бермей, мысалы шайлар көп қой, келін шай бар, лимон шайы бар, маған особенно лимон шайы қатты ұнайды. Маған келін шайы ұнайды, енді мынау келін шай ғой. Білем ғой, енді өзіңнің ұнайтын ғана шайыңды ғана құйдырып аласың да. Қой құрсын, мен жұмысқа кеттім, қызым, пока. Давай. Жарайды, папа, сау болыңыз, жұмысыңызға сәттілік. Мен де қазір кетем. Ой, мен кетіп бара жатырмын так. Ей, тоқта, сонда үйде кім қалады? Қызың бар, қызметшілер бар. Ей, қызметшілер менімен бірге барады ғой, білесің бе? Соны Гүлнәр бәрі барады. Бірге жұмыс істейміз ғой біз. Ой, енді жалғыз қызың қалады да енді. Ей, бопты. Достар, мама мен папа кетіп қалды, ура! Енді мен сіздерге қызықты видеолар түсіремін, және де өзімнің комнатама рум-тур түсіретін болам. Және де біз қазір білгенімізді істейміз. Ха. Кетіп қалды, ура! Ура! Қатты қуанып тұр. Мен бірінші рет емес, 5-ші рет жалғыз қалып жатырмын. И мен 15 жастамын ғой, сол үшін жалғыз қаламын. Вот. Достар, біз баймыз деп мақтанайын ба, не істеймін? Қалжыңдаймын, сіздерге мақтанбаймын ғой, әйтпесе сіздер сразу отменить подписку деп подписчигімді азайтып тастайсыздар бар ғой. Сол кезде менің көңілім түсіп кетеді, ал былай менің көңілім қазір крутой болып тұр. Қатты көңілі болып тұр, менде андай қатты емес, бірақ нормально. Кәдімгідей күшті болып тұрмын, күшті ощущение болып тұрмын, короче. И сол. Қазір мен сіздерге өзім комнатама рум-тур жасаймын, бірақ киімдерімді көрсете алмаймын. Құрсын, телефоным алынбай қалды ғой, мына лампадан. Ол ғой папам алдырып алушы еді, папа жұмысқа кетіп қалды. Бопты, осылай ұстап жүремін. Достар, мен көрінбей тұруым мүмкін, өйткені мен лампаны қолыма ұстауға тура келді. Ал лампа жеп-жеңіл, короче. Ой, не істеп жүрсің мына жерде? Гүлнәр тәте, не болып қалды? Қызыңа қара деп мені осы жерге сенің мамаң Айзада тастап кетті. Тастап кетті ма? Той, бір жалғыз қалдым ба деп ойласам. Бір күшті контенттер жасайын деп. Ей, қыз, контент дегенді қойш. Бәле болды ғой, контент деп. Тілімде келмейді құрсын. Гүлнәр тәте, мен түсірем болды. Шығыншы үйден. Ей, сен маған сөз қайтарма. Мен жақсы тәте едім ғой, осы саған кішкентай кезінде қарап, нянкаң болып, мен мына үйдің үлкен қызметшісі болам. Ой, Гүлнәр тәте, бар ғой, бір контентімді бұздыңыз ғой енді. Кешір енді, мен қайтем енді. Барып қазір шайыңды іш, сразу тұра салып тиктокқа келетін болсын ғой. Шайыңды да дұрыс ішпедің, ана жақта қалып қалды. Жүрме, саған тамақ бір бәле дайындап берем, соны ішіп ал қазір. Достар, Гүлнәр тәте келіп қалды да, то есть бәрін бұзды. Үйде жалғызбын ба деп ойласам, Гүлнәр тәте бар екен ғой, білейін. Бопты. Жыныма тиіп кетті, сосын бар ғой, қатты ашуланып ұстадым ғой.
И то ол кісі менің кішкентай кезімде қараған нянькам ғой. Маған қатты ұнайды негізі Гүлнар тәте. Менің көңілімді табады, ашуланған кезде өзі кешірім сұрайды, барлық ісін түсінеді. Вот Гүлнар тәте осындай тамақтар дайындап берді. Бізде Гүлнар тәтенің қолы алтын, және де маған кішкентай кезімде қараған нянькам деп сіздерге айтқан болатынмын. Осындай пюре сондайлар жасап берді маған. Мен бұны кішкентай кезімнен сүйіп жеймін. Негізі анда-санда ғана жасайды, күнде бір тамақ жей бермейміз ғой. Анда-санда мен жақсы көретін тағамды дайындап тұрады. Гүлнар тәте маған қатты ұнайды. Сол, енді мен қазір тамақтанған кейін сіздермен бірге кездесетін боламын қайттан енді. Ары қарай қызықты влогтар кетеді. Мен сосын өзімнің комнатама барып бір бәле істеймін. Ал достар, мен қазір шайымды, тамағымды ішіп алайын. Гүлнар тәте өте күшті қылып жасапсыз ғой. Әрине бұның бәрі сен үшін ғой, іше ғой. Сосын ішіп болғаннан кейін мен жинайын. Мен анаяқта боламын, сол кезде ішіп болғаннан кейін шақыр, иә. Сосын анаяқтан бір зат алып болады, өзінен білетін шығарсың. Гүлнар тәте, мен ішіп болдым. Тамағыңыз өте дәмді болыпты, рахмет. Жақсы, қазір жинап кетейін. Сен өз комнатаңа бара ғой, жүре ма? Жақсы. Мен кеттім. Лампаңды алып ал, ұмытып кетпе. Иә, алып алам ғой. Достар, мен тамақтанып болдым. Тамақ өте дәмді болыпты. Мен қазір киімді ауыстыратын боламын, өйткені бір киіммен жүрмейтін шығармын, иә. Қазір менде переход, либо пешеход болады. Сол үшін дайын болыңыздар. Бір-екі такс қандай киім кисем болады. Мына жақтан ашып көрейік. Осы көйлекте киім деп, өйткені көп болды ғой. Кимегел, ойбай. Мына жыртылып қалған ба, нені көйлек? Мә, ятай, нан кисайын онда. Құрсын. Ятқа алғырзаным ғой. Такс. Болды. Достар, осындай киіп алдым мен джинсовки, жаңа бір көйлек киінден, ол жыртылып қапты, ятай, масқара болып кетті да. Мен осындай киіп алдым, күшті болып тұр, өзіме күшті жарасып тұр, иә. Мен алда әлі көп киім аламын. Қазір кешке батқанда, то есть кеш батқанда, мама папа келеді, сол кезде киім алайын деп сұрақ көремін. Рұқсат берсе, рұқсат бермесе, рұқсат емес. Солай. Достар, мен және де компьютерға отырдым. Компьютер менде сіздерге көрсеткен бұны мен бір видеода рум-тур бәріне жасап тастағанмын. Мен бұны үшін компьютерімді көрсетем. Мына планшет қасындағы жабысып тұратын. Мына компьютер. Осындай ойындар бар, мен сіздерге бәрін көрсеткен. Бұны еще білетіндеріңіз бар сияқты нелерде. Ал көрмегендеріңіз міне, то есть описанияға қалдырып кетемін, ссылкасын, және де көріп алсаңыздар болады. Менде осындай. Қазір мама мен папа келген кезде мен осы жақтан киімдерді көрсететін боламын, неше түрлі. Сол кезде мама мен папа рұқсат бере ма, рұқсат бермей ма көретін боламыз. Достар, кеш батты. Енді мен қазір мама мен папа келеді. Сол кезде осы киімдерді алайықшы деп айтатын болам. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериалым ұнаса лайктарыңызды басып, колокольчикті басып тіркеліп кетсеңіздер, менің еңбегімді бағалап кеттіңіздер, комментария жазып кеттіңіздер, және де видео қызықты болса лайктарыңызды басып кеттіңіздер. Всем пока-пока. Всем love you. Пока-пока, тіркелуді ұмытпа.